Қайырлы күн әріптестер. Саламатсыздар. Сіздермен бүгін жүздесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгін вебинарды жүргізетін мен Роза Гайдарна Сыздықбаева, педагогикалық шеберлік орталығының тренері, және Ақбаян Айдарқұлова Азіретовна, Ордабасы ауданы Исламқұлов мектебінің химия пәнінің мұғалімі. Вебинар тақырыбы қашықтан оқыту барысында қалыптастырушы және жиынтық бағалауды ұйымдастыру. Неге бұл тақырыпты таңдадық? Бұл тақырыпты таңдамас бұрын біз әріптесіміз екеуміз біраз уақыт ойланып, қашықтан оқыту барысында сабақ беріп жатқан әріптестерімізбен, мұғалімдермен ақылдасып, дәл қазіргі кездегі қажеттілік осы тақырыптан көрініс тапқандықтан осы тақырыпты негіз етіп алдық. Вебинардың мақсаты қашықтан оқыту барысында қалыптастырушы және жиынтық бағалау тапсырмаларын әзірлеу және бағалау үдерісін жүргізуде мұғалімдерге кәсіби қолдау көрсету. Енді вебинарымыздың мақсаты оны айттық. Қашықтан оқыту барысында қалыптастырушы және жиынтық бағалау тапсырмаларын әзірлеу және бағалау үдерісін жүргізуде мұғалімдерге кәсіби қолдау көрсету. Дұрыс айтасыздар, біз мақсатты қайталап айтып отырмыз, өйткені мына жерде техникалық ақауға байланысты дауыс естілмей қалып жатыр дейді. Енді осы жерде әріптестер, сіздерге алғашқы сұрақ. Жалпы қашықтан оқыту барысында бағалау үдерісін жүргізуде сіздерде қандай кедергілер кездесуде? Осы кедергілердің көп екенін білеміз. Дәл қазір қашықтан оқыту барысында оңай емес, мұғалімдерге де өте ауыр салмақ түсіп жатыр. Бірақ соған қарамастан сіздер барлық күш жігерлеріңізді салып, оқушыларды оқытып, сапалы білім, саналы тәрбие беріп жатырсыздар. Енді осы жерде бағалау тақырыбына, бағалау үдерісін жүргізуде қандай кедергілер кездесіп жатыр екен? Кедергілеріңізбен бөліссеңіздер, мына чатқа жазсаңыздар әріптестер. Дұрыс айтады Жанар әріптесіміз. Балалар бір-біріне көшіріп алу қаупі бар. Өте дұрыс, өйткені тапсырма бір күнге берілгендіктен. Презентациясы беріледі. Ары қарай кедергілеріңізбен бөліссеңіздер әріптестер. Біз сіздерді күтіп отырмыз. Басқа ешқандай кедергі жоқ па әлде? Чатқа жазсаңыздар. Қандай кедергілер кездесуде? Көшіріп алудан басқа кедергі жоқ па әлде? Көшіріп алады, амал жоқ, қиындық болып тұр. Естілмейді дейді. Бәріне естілмей ме, әлде кейбір әріптестер естіп жатыр ма? Біздің жақтан интернет жылдамдығы өте жақсы әріптестер. Ол интернеттің жылдамдығы баяу болған жерде ғана естілмеуі мүмкін. Естіліп тұрса жақсы, өздеріңіздің кедергілеріңізбен бөліссеңіздер. Рахмет, естіліп тұрса әріптестер. Слышно, видно дейді, жақсы, рахмет. Жалпы осы жерде біз бір ойды айтатын болсақ, шын мәнісінде кейбір әріптестер кедергі кездеспейді деп айтса да, біз оған өте қуанатын едік. Неге? Себебі сіздер осындай жағдайдың өзінде оқыту барысында кедергілердің алдын алып, оны шешу жолдарын жасап жатқан шығарсыздар. Солай деп есептейтін болсақ, ары қарай тапсырма күрделі болса жауап өте аз келеді дейді. Өте жақсы айтып отыр Эльмира әріптесіміз. Шын мәнісінде тапсырмаларды кейде өте күрделі беріп жатырмыз. Әсіресе жоғары сыныптарда ол көп кездесіп жатыр. Сол тапсырманы оқушы түн жарымына дейін орындап жатыр. Енді осы жағдайда ары қарай жалғастыратын болсақ, енді бағалау үдерісін сіздер қандай жолдармен жалпы жүзеге асырудасыздар? Яғни қандай жолдар арқылы сіздер бағалау үдерісін, әсіресе қазіргі кездегі қалыптастырушы үдерісін жүргізіп жатырсыздар? Осы жөнінде ой бөліссеңіздер. Дұрыс айтасыздар, оңай тапсырма беріп жатыр. Роза әріптесіміз. Тағы, енді оңай тапсырма берем деп, біз оқу мақсатында бастап кезде ойлануымыз қажетпіз. Өйткені біз оңай тапсырма бергеннің өзінде сол күнгі оқу мақсатына жету жағында қарастыру керекпіз. Жақсы, ары қарай тағы басқа әріптестеріміз қандай жолдармен жүзеге асырып жатыр екен? Көрмей отырмыз біз басқа әріптестерді. Кері байланыс беру арқылы, дұрыс айтасыздар. Қандай чаттарда болмаса әлеуметтік желі арқылы жүзеге асырып жатырсыздар.
Смайликтермен, бағалау шкаласымен, критерийлермен дейді, дұрыс айтасыздар. Тағы қандай жолдармен жүзеге асырудасыздар? Қалыптастырушы бағалауды Google форма арқылы беріп жатырмын. Ол керемет әріптестер. Мінекей, біз біртіндеп сіздердің ұсыныс пікірлеріңіздің әсерімен өзіміздің негізгі бөлікке де келе жатырмыз. Дұрыс. Енді сіздердің осы ой пікірлеріңізді ести біле отырып, біз ары қарай қашықтан оқыту кезінде бағалауды іске асыру жолдарына нақты тоқталатын болсақ, онда бейне конференциялар, аудиоконференция, бейне дәріс, ортақ чаттар, радио телекоммуникациялар, электрондық пошта, Google Диск, Google Classroom, Класстайм, Padlet, Kahoot, Білімленд, Дарын онлайн, Google Forms, ВК, WhatsApp, Facebook және тағы да басқа әлеуметтік желілер мен интернет платформалары арқылы жүзеге асырудасыздар. Өте керемет. Бұл жерде мына ой пікірін жазып жатқан әріптестер. Енді ары қарай өздеріңізге белгілі әріптестер, қашықтан оқытудағы сабақтың құрылымы 5 кезеңнен тұрады. Мотивациялық бөлік, нұсқаулық бөлімі, ақпараттық бөлім, бағалау бөлімі және коммуникативті кеңес беру бөлімі. Осы жерде біз 5 бөлімнің ішіндегі бағалау бөлім қарастырғалы отырмыз. Бағалау бөлімінде түрлі деңгейдегі тапсырма, тесттер мен сұрақтар, ашық тапсырмалар, оның ішіне кейс, шығармашылық тапсырмалар, әртүрлі ойын түрлері, класстайм, пазл, Kahoot арқылы өткізіп жатырсыздар. Енді осы жерде неге назар аудару қажетпіз? Әр оқушы нені меңгергенін және қандай кедергілері бар екен анықтау үшін қашықтан оқытудың әр кезеңде нәтижелерді мониторинг жасау өте маңызды. Осы жерге біз нақты бір назар аударып қою қажетпіз. Енді келесі сұрағымыз әріптестер, жалпы біз неліктен бағалауды пайдаланамыз? Қалай ойлайсыздар? Қысқаша өз ой пікірлеріңізді тағы да чатқа жазсаңыздар. Жалпы бағалауды неліктен пайдаланамыз? Сіздерді күтіп отырмыз. Кәнеки белсендірек болсаңыздар, дұрыс айтады Райхан әріптесіміз, баланың ынтасын арттыру үшін, алға ілгерілеу үшін, Саракүл. Және деңгейін анықтау үшін, дұрыс айтасыздар. Оқушылардың оқу мақсатына жету деңгейін анықтау үшін өте жақсы. Алдымыздағы оқушының тақырыпты меңгергенін білу үшін керемет әріптестер. Енді осыны ары қарай толықтыру үшін сіздер жаза беріңіздер, біз қарап отыра береміз. Баланың білім деңгейін анықтап, саралау тапсырмаларын ойластыру үшін, бағалау кері байланыс жасап, бала жұмысын жетілдіру үшін Майдагүл әріптесіміз, Жанар әріптесіміз қандай керемет ой пікірлер айтып отыр. Шын мәнісінде де біз бағалауды не үшін пайдаланамыз дегенде, өздеріңіз айтқандай, ілгерілеуді өлшеу үшін, оқушылар ынталандыру үшін, мұғалімнің қажеттілігін анықтау үшін, өзара бағалау және өзін бағалау үшін, тиімді кері байланыс жасау үшін және ең басты оқу мақсаттарын бағалау үшін. Яғни қалыптастырушы бағалау арқылы біз оқу мақсаттарына қаншалықты жеткен жетпеген білу қажетпіз. Дұрыс айтады Роза әріптесіміз, мотивациясын көтеру арқылы өте керемет ой пікірлер айтып жатырсыздар, рахмет дейміз. Енді осы жерде әріптестер және өзін реттеу үшін керемет, яғни метатанымын арттыруды біз ұмытпау қажетпіз. Осы жерде бағалауды жоспарлау кезінде ескерілуі тиіс мына факторларға да назар аудару керекпіз. Бағалау қандай түрде өткізіледі? Осы тақырыпқа қандай әдісті қолданған тиімді? Кім бағалайды? Бағалау қай жерде өткізіледі? Қашан, қалай өткізіледі? Қандай ресурс керек? Қанша уақыт керек? Нені бағалау керек? Жиынтық бағалау болса, тест спецификациясына сәйкес па? Кімді бағалаймыз? Және таңдалған әдіске қандай тапсырма сәйкес келеді деген сұрақтар міндетті түрде түйінді фактор болып қалу керек. Біз бағалауды жоспарлаған кезде міндетті түрде осы факторларды ескеру қажетпіз. Және осы жерде айтып кететін бір үлкен мәселе әріптестер, қалыптастырушы бағалауда стегенс бойынша 7 стратегиясын біз сұрақ түрінде берілген 3 жағдайды орындау үшін қолданамыз. Ол бірінші, екінші стратегиясы нақты оқушыларға оқу мақсаттарын ұсыну мен күшті және әлсіз жұмыстың моделі мен үлгісін қолдану арқылы өзіміздің алдымызда отырған оқушымыздың оқытудың қай сатысында тұрған анықтау үшін қолдану қажетпіз. Ал үшінші және төртінші стратегия, яғни жүйелі сипаттайтын сындарлы кері байланысты ұсыну. Одан кейін төртінші стратегия оқушыларды өзін бағалауға және мақсат қоя білуге үйрету арқылы оқушыларымыздың білім алуда неге талпынатын нақты білу қажетпіз.
Ал 5-ші, 6-ші, 7-ші стратегиялар арқылы сапа аспектісі және оқытудың бір мақсатына арналған сабақты әзірлеп жасау, оқушыларды қайталауға үйрету, оқушыларды өзін тексеруге тарту және білімдерімен бөлісуге, есебін жүргізуге мүмкіндік беру арқылы біз бұған жетуге көмектесу үшін, яғни оқушыларға нақты не істеу қажеттігін осы 3 стратегия арқылы бере аламыз. Демек, осы қалыптастырушы бағалаудың 7 стратегиясынан кейін біз нақты қалыптастырушы бағалау мен алгоритмдерін, оның қалыптастырушы бағалаудың алгоритмдерін қайтадан еске түсіріп жатқанның қажеті жоқ деп ойладық. Оның орнына қазір тәжірибелік бөлімді сіздерге Ақбаян Әзіретовна нақты өзінің мектебінде, сыныбында химия пәнінен қалай жүргізіп жатқаны, қандай әдіс арқылы, яғни өздеріңіз айтқандай, жаңа бір әріптесіміз айтып қалды, Google форма арқылы қалай тиімді ма, қаншалықты деңгейде тиімді екендігін көрсетеді. Бұл Ақбаян әріптесіміздікі. Мына алкандар тақырыбы бойынша 9-4-3-7 оқу мақсаты, яғни алкандардың химиялық қасиеттерін сипаттау, оны реакция теңдеулерімен дәлелдеу, бағалау критерийі алкандардың қасиеттерін сипаттайды және химиялық қасиетін сипаттайтын химиялық қасиеттерін реакция теңдеумен дәлелдейді. Ал ойлаудағылардың деңгейі әрине білу, түсіну, қолдану. Осы жерде сабақ мақсаты тікелей оқушыға бағытталған болу керек. Осы оқу мақсаттары бойынша қалыптастырушы бағалауды Google формада қалай жүргізіп жатқанын Ақбаян әріптесіміз сіздермен бөліссін. Ал сөз Ақбаян әріптесімізде. Ақбаян, мен естіп отырсыз ба? Ақбаян. Құрметті Ақбаян әріптес. Оқушылардың нәтижеге жеткенін көру үшін мен сабақтарымда қалыптастырушы бағалау ретінде Google форманы тиімді деп есептеп отырмын дәл қазір таңда. Себебі Google формасын пайдалана отырып, сіздерді тәжірибемен бөлісе отырып, бір сыныбымдағы қатысқан оқушыларымның сабаққа қатысуға байланысты мониторинг көре аласыздар. Және менде параллель 9 сыныпта 5 болғандықтан, яғни жалпы 9-дардың ішінде қанша оқушы сабаққа қатысып, өзінің үлесін қосып атқанын мына кесте арқылы көре аласыздар. Және осы тапсырмаларды ашық және жабық тапсырмалардың деңгейіне байланысты құрастырылған сұрақтарға оқушылардың қаншалықты дұрыс жауап бергендігін сіз мына мониторинг арқылы көре аласыздар. Және ашық сұрақтарда оқушылардың қаншалықты дұрыс және бұрыс орындаған тапсырмаларында бақылап, тексеріп, дер кезінде осы тапсырмаға байланысты кері байланыстарыңыз ұсына аласыздар. Бұл біз сізге көрсетіп отырған тақырыбым алкандар тақырыбына байланысты. Яғни алкандардың оқу мақсатына жаңа Роза апай айтып кеткендей, химиялық қасиеттерін, алкандардың химиялық қасиеттерін дәлелдеуіне байланысты мына жерде оқушылар реакция теңдеулерін жазып, өздерінің дұрыс құрастырғанын көрсетіп дәлелдеді. Яғни осы нәтижеге қол жеткізгендігімді сіздерге көрсету үшін мен осы Google формада қалай тапсырма құрастыруды сіздермен бөліскім келіп отыр. Ол үшін біз Google форма құрастыру үшін әрбір мұғалімде Google сайт бар деп есептеймін. Осы Google аккаунт ашасыздар, егер сіздерде болмаса, осы Google аккаунт бойынша біз Google-дың формасын таңдаймыз. Яғни бұл жерде сіздер Google форманы таңдаған кезде өзіңіздің жеке мақсатыңыз үшін осы открыть Google форманы қолдана отырып, біз бүгінгі сабаққа сіздерге бір үлгісін қадамдарын көрсетіп берейін. Сіздер жаңа көріп отырғандай біздің жаңағы тапсырмаларымыз химияға байланысты болғандықтан, біздің вебинарымызда әртүрлі пән мұғалімдері отыр деп есептеймін. Сондықтан мен бүгін сіздерге осы создать ету үшін, яғни осы тапсырманы әзірлеу үшін логикалық сұрақтарды жөн көріп отырмын. Яғни ол үшін
біз сіздің алдыңызда мынандай новая форма деген үлгісі шығады. Бірінші біз настройкадан бастаймыз. Кешіресіздер. Экранды көрсетуіңіз керек. Экранды көрсетейін ба? Менде ауыспай тұр ма? Ағай, экран көрінбей тұр ғой менде. Сол жағасында экран, Открыть приложение. Открыть приложение, ма? Роза Гайдарна айтып кете берсінші, онда мына жерде не көріңізші ағай. Мынаны ашты ма? Рахмет. Әріптестерге, сіздерге көрініп тұр ма мына жақтан? Идет показ экрана деп остановить деп шығып тұру керек барлығыңызға. Қазір новая форма деген ашып отыр. Әріптестер, бізде Google форманың жаңа формасын сіздерге құрастырудың бір мысалын көрсетейін. Бізде қазір осы бірінші формасын үлгісін жасау үшін настройкаға кіріп, настройкада біз тест күйінде тапсыру үшін пернені реттеп қоямыз, сохранить етеміз. Осыны жасау үшін мен сіздерге ұсынғандай логикалық тапсырмалар болғандықтан, мен бұл логикалық тапсырмаларды алдын ала жаңағы Word парақшасына дайындап қойғанмын. Тапсырманы оңай құрастыру үшін. Логикалық сұрақтарды, яғни осы сұрақтарды көшірмесін жасай отырып, сіздің қажетті новая формаңызға барып, ставить етіп кете бересіздер. Описанияға бүгінгі біздің тәжірибелік уақыт болғандықтан, бізде описанияда, яғни тәжірибелік бөлім деп атаймыз. Сіздер осы жерде өздеріңіздің описанияларыңыз жазып кетулерге мүмкіндіктеріңіз бар. Енді жаңағы парақшаға қарай отырып, менде 5 сынып параллель болғандықтан, титрі болғандықтан, бізде қазір вебинарға бірнеше топ қатысып жатыр. Сондықтан мен топтың класс сыныпқа емес, топты түзуге әрекет жасап көрейін. Яғни бізде бірінші вебинарға қатысқан мұғалімдердің аты жөні керек болады. Қанша мұғалім қатысқаны туралы біз көріп отыруымыз керек. Сабақтың барысында да оқушылардың аты жөнін білу үшін сіздер бірінші оқушыға парақша жасап аласыздар. Бұл жерде оқушының аты жазылу үшін текст деген мәтінді таңдайсыздар. Сөйтесіздерден обязательный вопрос дегенді әр тапсырма жасаған кезде батырмасын басып отыруларыңыз қажет. Бізде аты жөні құралды. Енді келесі тапсырманы жасаған кезде біз сыныпты анықтаймыз. Сыныбымыз емес, біз топты құрастырамыз қазір дәл таңда. Бізде вебинарымызда бірнеше топ қатысып жатқандықтан, мен вебинарға 3 топты құрап отырмын. Қазір сіздер осыны практикаларыңызда, тәжірибеңізде қолданған кезде
қай топта егер сіздер вебинардың тобында WhatsApp желісінде тұрған болсаңыздар, осы топты таңдап сіздер ары қарай белгілеулеріңізге болады. Осы жерде топтың біреуін сілтемемен басасыздар. Бірінші топта тұрсаңыздар, бірінші топты, екінші топта тұрсаңыздар, екінші топты көрсетіп, аты жөндеріңізді көрсетесіздер. Және мына жерде обязательный вопросты әр тапсырмада орындап отырамыз. Келесі, енді сұраққа көшейік. Бір сұрақты көрсетейін сіздерге. Яғни бізде логикалық сұраққа байланысты, мысалы, жай сұрақтан бастап, күрделігі жоғары тапсырмаларға әзірлеуді бастап жатырмыз. Яғни бізде бірінші сұрақ, бір жауабы бар сұрақты орналастырамыз. Яғни бұл жерде 3 нұсқасы ұсынылып отыр. Үш нұсқасын орналастырып варианттарға. Бұл жерде ответы, яғни осы құрастырған тесттің ішінде қайсы дұрыс жауап болса, соны белгілеп, добавить пояснение дейді. Осы жерге қатырақ назар аударамыз. Добавить пояснение деген кезде, неправильный ответ деген жерге сіздер оқушыға дұрыс жауабын ұсынасыздар. Бұл бізде дұрыс жауабы менде алдын ала дайындалған портта, яғни шешімін мен көрсетемін дұрыс жауабына. Ал егер оқушы дұрыс жауап берген болса, онда оқушыға біз дер кезінде кері байланысты қолданамыз. Яғни ол жерде кері байланысқа жарайсын, дұрыс, керемет деген ұсыныстарды және сындарлы кері байланыстарды ұсынуға мүмкіндіктеріңіз бар. Осы кері байланысты жазып болған кейін сіздің пернелеріңізде жалпы осындай көрініс табады. Осыны сақтап, ар жақ қарай келесі тапсырманы қосуға болады. Тек тест емес, тесттің бірнеше түрлерінде ұсынуға болады. Сізге қазір үлгісін көрсетіп кетейін. Мысалы, бірінші сұрақта бір жауабы бар сұрақ болса, келесі екінші тапсырмада кім жылдам? Яғни суретке қарай отырып, сіздер осы жерде жауабын лезде жазып, мына жерде бірнеше жауап ұсынылып отыр, соны белгілейсіздер. Үшінші тапсырмада, яғни сұрақтар берілген, бұл жерде жазбаша ретте қысқа жауап қайырасыздар. Ал үшіншісінде мына суретке қарап отырып, осы суреттен ең соңғы қосынды нешеге тең екенін мына жерде өздеріңіздің жауаптарыңызды ұсынасыздар. Осы тапсырма дайын болғаннан кейін сіздер отправить бағанасын басып отырып, отправить, яғни осы жерде ссылка жасаймыз. Ол үшін екінші пернені баса отырып, сіздерде ссылка шығады. Осы ұзын ссылканы қолданғанша, біз короткий URL деген кодты белгілесек, сол кезде бізге қысқа ссылка шығады, соны копировать етіп, қазір бүгінгі сіздер қолданып отырған, бүгінгі WhatsApp мессенджерлеріңізге қазір осыны сіздерге ставить етемін. Яғни бұл тәжірибелік уақыт болғандықтан, сіздер осы сілтеме бойынша кіріп, құрметті әріптестер, сілтемемен кіріп, танысып көрсеңіздер болады. Осы сілтемені сіздер тапсырманы орындау барысында, мен осы логикалық сұрақтарда қанша мұғалім жауап беріп жатқанын қарап, дер кезінде сіздерге жауабын беріп отыра аламын. Бұл жерде логикалық сұрақтарды сіздер сілтеме арқылы кіре отырып, мына өзіңіздің аты жөніңізді, вебинардың қай тобында тұрғаныңызды көрсетесіз. Бірінші сұрақтың жауабы қайсы деп ойлайсыз, соны белгілейсіздер. Кім жылдам деген суретке қарай отырып, бірнеше жауабы бар тестті белгілейсіздер. Үшінші тапсырмада, яғни үшінші тапсырманы оқып кететін болсақ, термометр аяз болғансын 3 градусты көрсетіп тұр.
Осындай екі термометр неше градусқа көрсетеді, яғни мерге жазбаша өздеріңіздің жауаптарыңызды ұсынасыздар. Қосындысын тауып результат жазасыздар. Және мен сіздерге жауап берген, жалпы жауап беріп ұсынып жатқан мұғалімдердің результатын көрсете аламын. Бірінші жауап бойынша қателіктер орын алған жоқ, бәрі дұрыс жауап беріп отыр. Бізге жалпы 4 тыңдаушының жауабы келіп үлгірді. Екіншісінде кім жылдамда, яғни 4 адамның жауаптарын сіздер көріп отырсыздар, және біздің осы қалыптастыру әзірлеген тапсырма логикалық сұрақтарда жалпы 51-ші топтан 50 адам, екінші топтан 50% қатысып отқанын көре аласыздар. Және сұрақтың жауабына байланысты бірінші сұрақты толық жауап бергендігін, екінші сұрақтарда да дұрыс бұрыстығын неше адам дұрыс белгілеген көре аласыздар. Сіздер осы жұмыстың барысында ссылкамен отправить етіп, осы тапсырманы бітіргеннен кейін маған жіберіп отырсаңыздар, мына көрсеткішті біраздан кейін және көруге мүмкіндігіміз бар. Міне және бір адам және қосылды. Ары қарай сөзді Роза Гайдаровнаға ұсынамын. Ал әріптестер, мінекей біздің Ақбаян әріптесіміз өзінің мектептегі тікелей тәжірибесімен бөлісті. Яғни қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын Google формада қалай жазып, қалай оқушылардан кері байланыс алып жатқандарын. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, келесіде бізде бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Яғни бізге бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын біз алгоритмдерін жақсы білеміз. Онда бөлім ортақ тақырып бойынша жалпы бөлімнің оқу мақсаттарын қамтитындығын, қанша уақыт аралығында өткізетіндігін және балдар дескрипторға сәйкес қойылатынын, сонымен бірге 90 бойынша жиынтық бағалау жұмыстары болса, ол бүкіл бөлімді қамтитындығын. Бұл жағына біз көп уақыт тоқталмаймыз. Енді 90-дық бөлім ортақ тақырыптардың негізі алгоритмдері бойынша келетін болсақ, онда мақсаттары тікелей оқу бағдарламасының бөліміне сәйкес, ал бағалау критерийлері оқу мақсаттарымен сәйкес, ойлау дағдыларының деңгейіне сәйкес болу қажет. Тапсырмаларымыз бағалау критерийлеріне сәйкес, ойлау дағдыларының жас ерекшеліктеріне сәйкес, күтілетін жауаптары дұрыс, жұмысты орындауға берілген уақыт ұтымды бөліну керек. Соған сәйкес дескрипторларымыз да тапсырмаларды орындаудың бақыланатын және өлшенетін қадамдар нақты сипаттау қажет. Осы жерде тағы да мен сөзді Ақбаян әріптесімізге бергім келіп отыр. Ақбаян әріптесіміз нақты өзінің сыныбында осы бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын қалай осы Google форма арқылы жүргізіп жатқанымен бөліседі. Ақбаян, біздің мына жерде техникалық ақауларға байланысты Ақбаян әріптесіміз дауысты онша естіспей қалып жатыр, бірақ ол кісі де барлығы да дайын тұр. Ақбаян әріптесіміз қазір тікелей осы бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын қалай құрып, оқушыларға оны беріп, және жауабын қанша уақытта алуға болатынына дейін бәрін түсіндіреді тәжірибе жүзінде. Ақбаян әріптесіміз қосылса. Ақбаян.
Біздің мына жерде даусымыздан нашар естіліп жатыр ма? Ақбаян әріптесіміз қазір даусы шықпай жатыр дейді. Яғни әріптестер, бұл Google формадан мен түсіндіре берейін, қазір Ақбаян әріптесіміз қосылғанша. Мұнда біз неге назар аударамыз? Жаңағы сіздерге көрсеткен Google формаға кіре отыр, бұл Google форманы бәрімізге алған. Мен вообще ештеңе естіп жатқан жоқпын. Хорошо. Енді қазір Ақбаян әріптесіміз қосылғанша мен жалғастыра берейін. Осы жерде Google формада бізге бір оңай жері, бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын біз бәрін бір параққа жазып, оны суретке түсіріп, өзіміздің рабочий столымызға қойып қоятын болсақ, осы рабочий столымыздан кейін Google формадан жаңағы айтқандай новый форманы ашқан кезінде соны алып келіп қоямыз. Сөйтіп, ол жерде аты жөнін және сыныбын қою арқылы, ары қарай біз сол тапсырманы бірден обзордан сурет түрінде әкеп оқушыларға түгелдей беруімізге мүмкіндігіміз бар. Қазір Ақбаян әріптесіміз бастағалы тұр, ары қарай жалғастырсын. Мінекей мына новый формамызды қазір ашқалы тұр. Осы новый форма бойынша біздің қазір дайын жасап қойған бөлім бойынша бағалау жұмысын алып келіп бірден осында шығарады. Құрметті әріптестер, бөлім бойынша жиынтық бағалауды ұйымдастыруда және осы Google форманы пайдаланатын болсақ, онда сіздерге және бір үлгісін көрсетейін. Онда бізде және Word-та бөлім бойынша жиынтық бағалау, яғни 9 сыныпқа арналған 392 бөлімнің адам ағзасында химиялық элементтерді бөлім бойынша жиынтық бағалауды егер алатын болсақ, онда оны біз жаңағыдай қалыптастырушы бағалауға әзірлегендей тапсырманы дайындап алуымыз керек. Яғни бұл жерде настройкаға кіріп, біздің тапсырмаларымыз әртүрлі деңгейде болғандықтан, біз тест деген батырмасын сохранить етіп қоюымыз керек. Және сіздің сыныбыңызда қандай сыныптың оқушылары тапсырып жатқанын білу үшін, біз осы бөлім бойынша жиынтық бағалауды қанша минутқа жоспарлап отырсыз. Жаңағыда біз вебинардың барысында чатта жазып жатсыздар, бір-біріне көшіру деген болмай ма деп. Сол тосқауылды алу үшін сіз белгілі бір уақытты белгілеп, осы уақытта бөлім бойынша жиынтық бағалау болады. Сіздерге ссылка жүктеймін. Сол ссылка бойынша жарты сағатта кіріп, белгілеп, қайтып тапсыруларыңыз қажет. Жарты сағаттан кейін сол ссылкада доступ болмайды деп сіздер ескертіп қоюларыңыз қажет. Міне бізде бөлім атауына байланысты форманы жасап үлгісін бастадық. Яғни бұл жерде бізде неше минут екенін көрсеттік. Қай сыныптың оқушысы қатысатқанын білу үшін біз аты жөнін жасаймыз. Аты жөнін бізге оқушылардың шарт, себебі оқушылардың қаншасы бөлім бойынша жиынтық бағалауды орындағанын көру үшін біз аты жөнінен бастаймыз. Бағанағыдай текст строке қойып алып, мына батырманы басып, сұрақтарды жалғастырып кете береміз. Менде 5 сынып болғандықтан, өздеріңіз білесіздер, сыныптың өте көп мөлшерде WhatsApp желісі бойынша тапсырмаларды жүктеп, оны тексеріп және оған кері байланыс беру өте қиын екенін қазір таңда сезініп отырмыз. Сондықтан мына Google форма арқылы жалпы бір ссылкамен тапсырма әзірлеп алсаңыздар, осы тапсырма арқылы оқушылардың бүкіл сілтеме бойынша бүкіл 5 параллель сыныптың оқушылары тапсырманы орындап, сізге жүктеген кезде тексеруге мүмкіндіктеріңіз әлдеқандай жоғары екенін өзім практика жүзінде көріп өттім. Яғни біз сыныпты создавать етіп алдық. Енді біз осы бөлім бойынша жиынтық бағалау бойынша біз шарт түрде оқу мақсатын қоюымыз керек. Оқу мақсаты сізде қанша оқу мақсаты болса, сол оқу мақсатының бәрін біз қамтып оқушыларға меңгертуіміз қажет. Мына оқу мақсатын
қоямыз. Енді бізде оқу мақсаты өте көп ауқымда болғандықтан, мерге қою ыңғайсыз болғандықтан, біз оны алдын ала компьютер стол үстінде скриндап, суретке түсіріп, дайындап қоямыз. Міне оқу мақсатын жүктедік. Яғни бүгін осы бөлім бойынша жиынтық бағалауға байланысты мақсат жүктелді. Сіздің жағы жасаған тапсырмаларыңыздың бетінде осы көрініс табады. Мен сіздерге қазір мысал ретінде екі оқу мақсатын алып отырмын. Бізде оқу мақсатына сәйкес бағалау критерийін бекітуіміз керек. Бізде бағалау критерийі көшірмесін алып, дәл осы бірінші тапсырмадағыдай бағалау критерийсінде скриннің жүктеп алуымыз қажет. Жүктелді. Жүктелген кезде сіздердің дәл осы жасап атқан тапсырмаларыңызда бөлім бойынша, жиынтық бағалау бойынша бөлімнің атауы, оқушының аты жөні, сіз беретін сыныптардың реттілігі, оқу мақсаты және бағалау критерийі түзілді. Енді бізде не қалды? Тапсырма қалды. Осы бағалау критерийіне байланысты тапсырма қалды. Сол тапсырманы біз қандай түрде оқушыға бергеніміз дұрыс? Сол сұраққа назар аударатын болсақ, бұл жерде де тапсырма деп жазып, мына батырмаға тапсырмалар деп, және оны да сіздер қолмен жазып немесе скриндеп рабочий столыңызға сақтап қоюларыңыз қажет. Менде бір үлгісін сіздерге мысал ретінде көрсету үшін рабочий столым сақталып тұр. Міне, тапсырма жүктелді. Яғни, сіздер осы тапсырманы жүктеп болғаннан кейін, бұл один из списка дегенді алып, осы жерде оқушы өзінің жауабын жазып, ақпаратқа немесе дәптерге жазып, загрузка жасап беру керек сол кезде. Сіздер осы жерде далее деген батырманы бассаңыздар, сіздерді оқушылардың тапсырмасының астында, яғни максимальный бір беттік, бір максимальный количество листов дейді, яғни бір бетке сыйғызып, тапсырмасының орындап, телефонмен немесе скриншот жасап, осы жерге жүктей алады. Енді осы жасаған тапсырманың оқушыға қалай жібереміз? Яғни осы оқушыға жасаған отправить етеміз. Отправить еткенде жаңаға бірінші тапсырма сияқты бұның ссылкасын жасап аламыз. Ссылкасын жасап болған кейін копировать етіп, WhatsApp желісі бойынша өзіміздің қолданып жүрген сыныптарымызға, бірақ мен сіздер толық көру үшін осы жасалынған WhatsApp группаларына, вебинар группаларына жіберемін. Сіздер ашып қарауларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал ашып қарап осы тапсырманы орындасаңыздар, әріптестер, орындап, қалай орындап, ол орындап жібертпеңіздер, сіздерде WhatsApp желісі бойынша ссылка келді. Яғни бөлім бойынша жиынтық бағалау бойынша. Енді сіздер осы ссылка бойынша маған өздеріңіздің жұмыстарыңызды параққа жазып, қайта жүктеулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Енді бағанағы логикалық сұрақтарға келіп тоқталатын болсақ, соның мәліметін бір назар аударып кетейік. Яғни бастапқыда 4 мұғалім белсенді болса, қазіргі кезде, дәл қазіргі уақытта бізде 28 мұғалім атсалысып, өздерінің белсенділігін көрсетті. Яғни бұл жерде мұғалімдердің белсенділігі бірінші топта өте жоғары екенін көріп отырсыздар. Мұғалімдер жауап бергенде, яғни бірінші сұраққа оңай жауап берген, соның ішінде 24-ті дұрыс, екеуі 5 мұғалім қателескен деген жауаптар сізден алдарыңызда үлгілер шығып тұрады. Және осы тапсырма бойынша мониторинг қаншалықты жасалынғаны көрініп, өздеріңізге дұрыс жауабы ұсынылып отыр. Енді, және бұл бір керемет жері, осы үлгіні сіздер Excel'де шығарып,
яғни сыныбыңыздағы оқушылардың осы тест батырмасының бойынша или қалыптастырушы бағалау бойынша, бөлім бойынша жиынтық бағалау бойынша қанша рет тапсырғандығын көре аласыздар. Мысалы, параллель сыныптар бойынша, егер топтар дейтін болсақ, осы топтарды бірінші топта, екінші топта қанша мұғалім қатысып, қанша бал жинаған, қайсы дұрыс бұрыс орындағанын көріп, оқушылармен қатемен жұмыс жасауға, дер кезінде кері байланыс жасауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал енді қайтадан бөлім бойынша жиынтық бағалауға өтсек. Ол жердің нәтижесін Ақбаян әріптесіміз кейінірек шығарады. Мен естіп тұрсыздар ғой, әріптестер? Әріптестер, мен даусымды естіп тұрсыздар ма? Жақсы, рахмет. Ал енді біз ары қарай жалғастыратын болсақ, әріптестер. Мына тәжірибе бөлімінде сіздерге көрсетті. Жалпы осы органикалық химия пәні бойынша. Енді қашықтан оқыту үдерісіндегі біз қалыптастырушы бағалаудың жалпы Никол және Макфарлейн бойынша 7 қағидатына тоқталсақ, әріптестер. Оқушылардың ең бірінші қағидат оқушылардың жақсы үлгерімін қамтамасыз ететін нақты критерийлер біз оқушыларға ұсына білу керекпіз, біріншіден. Екіншіден, оқушыларды өзіндік рефлексия жасауға ынталандыру керекпіз, ол міндетті. Үшіншіден, оқушыларға маңызды және тиімді сындарлы кері байланысты беріп отыру керекпіз. Төртіншіден, оқыту мен оқу аясында мұғалім мен оқушының, оқушылар мен құрдастарының өзара диалогын қалыптастыру. Бұл да дәл қазіргі кезде, әсіресе осы қашықтан оқыту барысында мұғалім мен оқушының және оқушылар мен құрдастарының өзара диалогын қалыптастыру өте маңызды деп ойлаймын. Себебі бұл жерде нақты диалогты көп жағдайда көрмей де қаламыз. Сонымен бірге, оқушыларды позитивті, ынталандырушы және өзін-өзін бағалауға жетелей білу керекпіз. Ағымдағы жетістік пен күтілетін нәтиже арасындағы алшақтықты жоюға бағытталған іс-әрекеттерді жасай білу керекпіз. Және де 7-ші қағидатымыз, оқушылардың оқуына қолдау көрсету үшін қажетті ақпаратты ұсыну керекпіз. Яғни бұл дегеніміз, әрбір оқушы өзінің оқуының қай деңгейде екенін біле отырып, ары қарай не істеу қажеттігін түсініп, өзінің оқуы үшін ойланады. Яғни бұл жерде біз нақты метатанымы қалыптасуына да ықпал етеміз. Осы сияқты қашықтан оқыту барысында жиынтық бағалау бойынша ұсыныстарымыз. Ең алдымен жиынтық бағалау тапсырмаларын жасаған кезінде рубрика және тест спецификациясын пайдалану керекпіз. Критерийге сай нақты және тиімді сұрақтарды қолдана білу керекпіз. Жан-жақты кешенді бағалау, яғни бұл жерде бір жақты ғана бағалап қоймай, біз оқушылардың жалпы білу түсіну қолдану деңгейін ғана емес, талдау, жинақтау, бағалау деңгейінің қаншалықты тереңдігінде бағалай білу керекпіз. Сонымен қатар параметрлерді түсінікті және айқын белгілей білу керекпіз. Бұл әсіресе мына жиынтық бағалауларда біздің тапсырма саны қанша балл, яғни біздің балл қою кестесі бойынша нақты параметрлерді айқын көрсете білу керекпіз. Сонымен бірге 5-ші ұсынысымыз бұл көз жұмып бағалау, немесе орысша айтқан кезде слепая оценка дейді. Енді біз оны тікелей аудармай көз жұмып бағалау. Яғни бұл жерде біз айтар едік, мұғалім болып отырып, біз оқушыларды міндетті түрде шынайы, объективті түрде бағалай білу қажетпіз деп. Осыған келісетін шығарсыздар. Енді қазір сіздерге ссылка жіберіліп отыр, әріптестер. Сол ссылка бойынша өтсеңіздер, бүгінгі вебинарды бағаласаңыздар, соны қазір Google формада бірден көрсетер едік. Осы біз вебинардың соңында өзіміздің Алаш қозғалысының қайраткері, Қазақстанның педагогикасына өте үлкен үлес қосқан Мағжан Жұмабаевтың қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау туралы айтқан жақсы ой пікірлерімен аяқтағымыз келіп отыр. Балада жақсы оқысам, молдадан мақтау сый аламын. Жаман болсам, молдадан таяқ жеймін. Ұрыс естимін деген ой болмасын. Мұндай болса, баланың іскерлігі соған жұмсалып, мұғалімнің беріп отырған сабағын білейін деген шын ынтамен тыңдамайды дейді. Ал жиынтық бағалау бойынша баланы жазамен қорқыту еш дұрыс емес. Жазамен қорқытқанда бала нәрсені істегісі келіп істеп, болмаса істемегісі келіп істемейді. Ол кезде тек жазадан қорыққаннан ғана не істейді, не істемейді. Яғни бала өтірік айтуға, алдауға үйренеді дейді. Сонымен қорыта келе, біз міндетті түрде мұғалім ретінде өзіміздің сыныбымызда қалыптастырушы және жиынтық бағалауды дұрыс жүйелі жүргізетін болсақ, біз алдымызда отырған оқушыларымызды 21 ғасыр дағдылары қалыптасқан
дәл қазіргі заманға сай метатанымы қалыптасқан оқушы ретінде тәрбиелейміз деген ойдамыз. Осы жерде соңғы слайдта біздің мына сабақ беруіміз, оқытуымыз және бағалауымыз бір-бірімен өзара байланысты және мектепішілік бағалау оқыту мен оқу қызметінің ажырамас бөлігін құрауы тиіс деп Бойл мен Чарльз айтқандай, біз міндетті түрде сабақ беруде оқыту мен бағалауды өзара егіз ұғым ретінде алып жүруіміз қажетміз. Енді қазір сіздер кері байланыстарыңызды жазсаңыздар, және өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, мына чатқа болмаса, сол Google формаға жазсаңыздар, біз бірден Google формадан көрсетер едік әріптестер. Сұрақтарыңыз болса чатқа. Яғни қазір кезде шын мәнісінде біз мұғалімдермен әңгімелескен кезімізде бөлім бойынша жиынтық бағалау қалай алынады, 90-дық жиынтық бағалау қалай алынады, қай кезде алынады деген сұрақтар өте көп туындап еді. Дәл қазір кезде бізге ондай сұрақтар түсіп жатқан жоқ. Өз ой пікірлеріңізбен бөліссеңіздер, қандай сұрақтар туындайды екен? Кері байланыстарыңызды жаңағы сілтеме бойынша жатсаңыздар. Рахмет, Ерболат әріптесіміз. Басқа қандай сұрақтарыңыз бар, әріптестер? Рахмет. Қазір кезде білесіздер, қашықтан оқыту барысында жалпы 4-ші тоқсанда бір бөліммен бір бөлім бойынша жиынтық бағалау және бір ғана 90-дық жиынтық бағалау алынады. Енді келесі мамыр айында 4 мен 8 мамыр аралығында бөлім бойынша жиынтық бағалау алынады. Ол кездегі оқу мақсаттары әрине өздеріңіз өткен бөлімдегі өтілген оқу мақсаттарына назар аударасыздар. Ал 90-дық жиынтық бағалауында 90-дық жиынтық бағалау спецификациясы бойынша жүргізесіздер. Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың балы әрине оны өздеріңіздің оқу мақсаттарыңызға қарай өзгертсеңіздер болады. Әрине үйрену қажет, өйткені Google форма өте тиімді, қалыптастырушы бағалауды жасаған кезде де және жиынтық бағалауды алған кездеріңізде де. Рахмет, электронды почтаға жіберуге тырысамыз. Ал Ақбаян әріптесіміз Google форма бойынша кері байланысты бір қорытындылап жіберсе, біз аяқтасақ. Ақбаян, мен естіп отырсыз ба? Ақбаян. Рахмет, сіздерге де рахмет. Видеоны қайдадан көре аласыздар міндетті түрде, өйткені бізде де мына жерде ай жетпесіздер техникалық ақауларға байланысты даусымыз естілмей қалып, ортасында үзіліп кетіп жатты. Жақсы, осы бізде өлшеулер орталығында да нақты қазіргі уақытта бөлім бойынша және жиынтық бағалау бойынша кеңестер беріліп жатыр екен. Сол кеңестерде міндетті түрде қарап, тиімділігін көріп, өз сыныптарыңызда, сабақтарыңызда пайдаланасыздар деп ойлаймыз, әріптестер. Вебинарға қатысқандарыңызға көп рахмет сіздерге де. YouTube желісінен қайтадан көрсеңіздер болады. Рахмет әріптестер, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.